барамыз. Түсті астықпен артында тек қана санмен берілген. Бірінші топ болса, яғни Түркістан генерал-губернаторы, екінші топ Орынбор генерал-губернатор және үшінші топ Батыс Сібір губернатор. Орнымыздан тұрып астық аламыз. Артында бірінші болса бірге отырасыңдар, екі болса екіге отырасыңдар. Парақшасын беремін. Бұл жерде жасыл түстір. Жасыл бұл өте жақсы түсіндім. Сары жақсы түсіндім. Қызыл болса әлде іздену керек деген мағынада. Бұған птичка белгілеп қойсыз, яғни құс белгі. Қанша оқушылар? 9 отырып алған соңсыңдар? 4-те, 5-те, 7-те, 8-те, Бағалы парағы санат беріп қойсын берге бағасы. Алдыңғы тақырыпта азаттық күресі. Сол бойынша не істейміз? Сұрақты белгілейміз. Әр топтан 2-3 адамға шақырып тұрамын. Бүгінгі асық иіріп отырып не істейміз? Жауап беріп отырамыз. Бірақ сұраққа жауап беруге мүмкіндік. Әлемдегі ең үлкен шөл? Сахара шөлі. Яқтырасын. Екінші сұрағын ал. Омбы мен Челябі арасындағы теміржол қатынасы қай жылы орнады? 1892 жылы. Он екі, а? Тұра берсін. 1868-1869 жылдары Орал, Торғай облыстарындағы көтерілістің жеке құрамына басшылық жасаған билер білген. Сол батырлар да бейіл болған, батыр болған. Нелерін алып қалған? Облыстар олар Торғай, Орал облыстары, Маңғыстау. Кетсіз. Бір. Қандай сұрақ келеді екен бізге? Қазақстанның соңғы ханы Кенесары. 1867-68 жылдарда реформаға қарсы көтеріліс қай жылдар болды? Кім бірінші көтерді? Айдана? Дұрыс. Бір бал өзіңе. Дұрыс деген. 60-70 жылдары, яғни генерал-губернаторға өтті. Қай жерде көтерілістер болды? Қан батыр? Орынбор. Дұрыс. Қазір көрейік. Орал облысындағы көтеріліске қайсы рудың адамдары қатысты? Албан Қоңырат, Табын Шекті, Қамлы Албан, Жалайыр, Найман. Кім бірінші көтерді? Мағжан? Қайсы? Табын Шекті, яғни түсіздер, иә? Полковник Ругиннің отрядын, яғни жеңген қазақ басшылары. Бірінші көне Бөлде орыс шаруаларының қоныс аударып жатқанын көрдіңіз ғой. Яғни біздің елімізге орыстар қабылдады. Дұрыс. Саясатты зерттеу сұрағы патша үкіметінің қоныстандыру саясаты қазақ қоғамының өмірін қалай өзгертті? Оқу мақсаттары отарлау саясатының қазақтардың дәстүрлі осыны істейміз. Көз, шаш, құлақ, ауыз, аяқ, иек, билет. Бірдей білеміз. Көз, аяқ, бел, жергілікті халыққа саясаты қалай әсер етті? Отаршылдық қоныс аудару саясатының нәтижесінде қазақтардан қанша жер тартып алынды?
осы сұрақтарға жауап беруге тырысайық. 19 ғасырдағы отаршылдық қоныс аудару не болады? Көтеріліске шығып кету қаупі бар. Көтеріліске шығып кеткеннен кейін оны басу керек. Оның барлығын патша үкіметіне қиындық туғандықтан енді Қазақстанның жерін, яғни 18 ғасырдың жартысына қарай түгел толық басып алғандықтан енді Қазақстанға біздің жеріміз деп оларға жарнама жасап бастайды. Әртүрлі қызықтыру ақпарат аудару бастапқы. Мына қызыл болып тұрған көп тұстар болар. Бұлардың барлығы орыс шаруаларының, яғни орналасқан жерлері. Біздің жақсы жерлеріміздің, шұрайлы жерлеріміздің бәрін орыс шаруаларына несиді күштеп беретін болады. Өзінің осы 10 мың километр шығарған болды. Ал мына бір бөлігі, байқасаңыздар, біздің еліміздің солтүстік Қазақстанды басып өтеді деген. Ал Москвадан мөніп келген шаруалардың барлығы біз елімізге түсіп қалып несиді жерімізге келе береді. Олар яғни білесіздер, алдын контракт өткенімізде Түркістан генерал-губернаторының картасы бойынша Сырдар және Жетісу, екіншісі Орынбор генерал-губернаторға, яғни қазақтың 300-дің жерін Орынбор генерал-губернаторға салды. Үшіншісі Батыс Сібір, яғни орта жүздің жері. Тапсырма, бірінші тапсырма. Тоқтық жұмыс жасаңдар. Бірінші топ. Елдің аймақтары қай жерге көшіп келді? Екінші топ. Батыс генерал-губернаторы қандай? Құлама сыр беремін. Империя дұрыс. 1981 жылы Ресей империясы мен Қытай арасында Санкт-Петербург бейбіт келісімшарты жасалды. Сонымен қатар басқа ұлттың адамдары Қазақстанның шырайлы жерлеріне, яғни атап айтқанда Семейге, Түркістан инфрақұрылымына, Жетісу аймақтарына, сонымен Орал аймақтарына көшіп қоныс жасады. Әдем жақсы жерлерге келген, рахмет отырыңыздар. Болдыруы, Қазақстанда отаршыл өмір салтын көшіруі. Яғни көшіп қонып жүрген еді, отырықшыға айналдырмақшы болды қазақтарды, иә? Қоныс аударушы шаруашылар есебінен Қазақ өлкесіне де сенімді тірегін қалыптастырды, иә? Шаруаларды жергілікті халық бізден басын үйге жалайсыз. Маған шырайы жақсы белгілеген. Генерал-губернатор, бұл жерлерді бере алмаймын. Бұл менің кіндіктен қалмайды, бұл менің ата-бабамның жері. Генерал-губернатор, қазақтың жері пақшы деп бере берген. Тоқта, бұрын қазақтың жері болған шығар, бірақ қазақтың жері. Соны әр қазақ біліп алсын. Қайран елім қазағым, қайран. Жерсіз қазақ қалай жүреді. Бұл менің отаным, бұл менің жерім еді.